Kıklım, kıvaunayma, köpkülüm, mangayamdan sıypap ötken samalkım, azağımına alakannav depler. Hayran sen, kökeğine de şata diken, kınnımızı kıyasana, kıymayanay bata diken. Şansayma, tık kınның нұрын айдың әппақ сәулесі қазағымна махаббат ау деп білер қайда көрсем ата мекен көкейіңде жатады екен күннің ұясына қимай ona батады екен. Azağımına mertebe sal edip bilir. Haydan ölsem ataleken, öteyemede şata diken. Kındırırsan rüyasına, kıymayana bata diken. Haydan ölsem ataleken, öteyemede şata diken. Kındırırsan rüyasına, kıymayana bata diken. Birinci top Korluk askeri, ikinci top Әуе askeri, üçüncü top Tengez askeri. Оқушылар, бүгін жаңа сабақты бастамас бұрын өткен осы атыс дайындығының сабағы бойынша сіздерге бір сұрақ қойып өтейін. Автоматты бөлшектеу жинақтау қандай мақсатта жасақталады? Кім айтып береді? Қайрат Аружан. Korluk askeri Қайрат Аружан. Автоматты бөлшектеу екіге бөлінеді. Толық және толық емес. Толық емес бөлшектеуде майлау, тазалау және тексеру үшін. Ал толық бөлшектеуде автомат жаңбыр немесе қар астында қалып қойғанда қатты ластанудан тазалау үшін тексеріледі. Жақсы, өте. Тексеру автоматтың ұрыстық қасиеті. Кім жауап береді? Нұржау Мерей. Нұржау Мерей Теңіз әскері. АК-74 автоматының сипаттамасы. АК-74 автоматының калибрі 5,45, оқшаттар сыйымдылығы 30 және атудың көздік қашықтығы 1 километр, және жер үстіндегі қашықтығы 500 метр. Атыс қашықтығы 500 метр. Жылдамдығы минутына жүзақ жеке атқандағы жылдамдығы 40. Және сүңгі пышақтың қосқандағы салмағы 490 грамм, сүңгі пышақсыз оқшатырмен қосқандағы салмағы
3,6 килограмм. Сүңгі пышақтың өзінің салмағы 490 грамм. Жақсы, жайлап тұра ғой. АК-74 автоматының толық емес бөлшектеп жинақтау кім орындап береді маған? Хасан Саят. Қолдау әскері Хасан Саят АК-74 автоматын толық емес бөлшектеп жинақтауға дайын. Баста. Жақсы отыра ғой. Келесі сұрақ, автоматтың негізгі бөліктері мен механизмдері кім айтып береді маған? Көп біле алай. Мен толық әскери ойлаймын. Оңды қақпағы, газ түтігі, қайтармалы механизм, бекітпе, газ поршыны, бекітпе жақтау, көздегіш жабдықтары, құндақ, тежеуіш компенсатор, сүмбі, оң жатар, пенал, дым шапаншасымен Жақсы отыра ғой. Балалар мына соққы механизмімен, көздеу жабдығымен, дүмбі тапанша сабымен қалғандар түсінікті ғой да сіздерге? Жақсы отыра ғой. Бүгін жаңа сабағымыздың тақырыбы жарықшақты қол гранаталары. Жарықшақты қол гранаталары жақын ұрыста, оқпанада, жертөледе, елді мекендерде, тағы басқа жерлерде қарсыластың тірі күшін жарықшақтармен жоюға арналған. Қазақстан армиясының қарулануында Ергеді-5, Ек-1, Ерген, Ерге-О жарықшақты қол гранаталары бар. Гранаталар жарықшақтарының ұшу қашықтығына байланысты шабуылдағы және қорғаныстағы болып бөлінеді. Шабуылдағы гранатаға Ергеді-5 пен Ерген жатса, ал қорғаныстағы гранатаға Ек-1 мен Ерге-О жатады. Ек-1 жарықшақты қол гранатасына келер болса, бұл қашықтықтан әрекет ететін граната, қорғану гранатасы, және бұл гранатаны міндетті түрде арнайы жаңа окоптан, бронды техникалардан лақтырып, өзін қорғаныста тұруы керек. Бұның жарылған уақытта бұның жарықшақтардың ұшуына өзіңді жарламау үшін оқиғадан сондай жерлерден лақтырамыз. Енді бұның жағы Ек-1 жарықшақты қол гранатасының сипаттамасына келетін болсақ, граната қорғаныстық және граната салмағы 600 грамм, жартылы зарядтың салмағы 60 грамм, және тұтандырғыштың түрі байқатқыштың жану уақыты 3,2, 4,2 секундты құрайды. Қирату күші бар жарықшақтың ұшу радиусы 200 метрге тең,
200 метр болады. Тірек күштерінің тиімді зақымдану радиусы 7 метр, орташа лақтыру қашықтығы 20-40 метрді құрайды. Бұл бізде F1 бұл қорғаныстағы граната. Ал енді келесіне келер болсақ, бұл F1 гранатасының корпусының және құрылысы. Бізде граната корпустан тұрады және жарылу зарядтан, тұтандырғыштан тұрады. Тұтандырғыш дегеніміз мынау біздің F1 гранатасының тұтандырғышы мұрындық корпус деп айтылады. Және мына сары затты оны жарылғыш заряд деп айтады. Корпустың қырлануы дейді. Осы қырлануы арқылы бұл граната жанған уақытта осы қырлануы арқылы бұл жан-жаққа шашырап ұшады жарықшақтарының ұшқыны. Түсінікті ғой да? РГО жарықшақты қол гранатасының сипаттамасына келетін болсақ, граната түрі бұл қорғаныстық, граната салмағы 530 грамм және жарылу зарядының салмағы 92 грамм, ал тұтандырғыштың түрі соққылы қашықтық тұтандырғыш. Байлатқыштың жану уақыты 3,2 4,2 секундты құрайды. Күші бар жарықшақтарының ұшу радиусы 150 метрді құрайды. Түрі күштерді тиімді зақымдау радиусы бұда 12 метр. Ал орташа лақтыру ұзақтығы бұда 20-40 метрді құрайды. Бұл бізде РГО жарықшақты қол гранатасы, қорғаныстық граната. РГО жарықшақты қол гранатасының құрылысымен танысатын болса, бірінші манжеталы стакан және екінші төменгі және ішкі сыртқы сфералар және үшінші бізде төменгі сыртқы және ішкі жарты сфералары. Түсінікті ғой, да? Берілген жарықшақты қол гранатасының сипаттамасына келетін болса, бұл граната түрі шабуылды. Гранатаның салмағы 310 грамм, жарылу зарядының салмағы 114 грамм, тұтандырғыштың түрі соққылы қашықтық тұтандырғыш. Және тұтандырғыштың байлатқыштың жану уақыты 3,2-4,2 секундты құрайды. Қирату күші бар жарықшақтың ұшу радиусы 24 метрді құрайды. Тірі күштерді тиімді зақымдану радиусы бұда жағы 8 метрді құрайды. Ал орташа лақтыру қашықтығы 30-45 метрді немесе 50-45 метрді құрайды. Сол аралықтарда лақтыру қажет. Соққылы қашықтық тұтандырғышты жағы бұл енді бізде РГН мен РГО гранатасының тұтандырғышымен сіздерді таныстырып өтейін. Бірінші бізде корпус, екінші ағыту иінтірегі, үшінші инелі соққыш, төртінші бізде серіппе, және бесінші бізде бұл мұрындық сақина деп айтады. Мұрындық сақина. Ал алтыншы бізде тілше, жетінші бітеуші дейді. Бітеуіш. Ал бізде сегізінші тұтандырғыш капсюл. Ал бізде тоғызыншы оқ дәрілік сақтандырғыш. Және 10-шы тұтандырғыш капсюлы. 11-ші сырғытқыш. 12-ші серіппе, 13-ші жоғарыда тұрған ине, 14-ші де серіппе, 15-ші бізде гилза. Гилза дегеніміз не? Мынау гилза. Ал 16-ші төлке, 17-ші жүк. Ал мына жерде баяулатқыш және
капсул детонаторы, одан кейін баяулатқыш, одан кейін капсул детонаторы, жарылғыш зарядқа не істейді, жарылғыш зарядқа береді. Одан кейін барып бізде жарылғыш зарядын жарылып, гранатаның жарықшақтары жан-жаққа ұшырайды. Түсінікті ғой, да? Ергендіге жарықшақта қол гранатасы бұл қашықтықтан әрекет ететін граната шабуылда және қорғаныста ұрысты қарсыласын түрікшін жою мақсатында қолданамыз. Гранатаны бұрынғы техникалардан жағы немесе жаяу ұрыс кезінде шабуылдауда қолданылады. Ергендіге жарықшақты қол гранатасының сипаттамасымен танысатын болса, граната түрі шабуылдық, граната салмағы 310 граммды құрайды, жарылу зарядының салмағы 60 грамм, тұтандырғыш түрі баяулатқыштың жану уақыты 3,2, 4,2 секундты құрайды. Қиратуы бар жарықшақтың ұшу радиусы 25 метрді құрайды. Түргіштерде тиімді зақымдану радиусы 5 метр және орташа лақтыру қашықтығы бұда да 30-40 метр, 45-50 метр қашықтықты құрайды. Ергендімес гранатаның құрылысымен таныстырып өтейін сіздерге. Мына тұрған пластмасса бұранда тығын, тұтандырғыш, мына жерде тұтандырғыш деп айтамыз. Қалпақша қосымша беті, қалпақша, тұтандырғышқа арналған түтікше, корпус, табанның қосымша беті және табан, жарылғыш, заряд. Мына жер манжет. Тұтандырғыш құрылысымен таныстырып өтетін болсам, тұтандырғыштың құрылысы ағытқыш интектен тұрады, сақтандырғыш орындықтан тұрады, бағыттаушы шайбадан тұрады, соққы механизмінен тұрады және соққыдан, ұрыстық серіппеден, каспил тұтандырғыштан, қосқыш тығыннан, баяулатқыштан, капсул детонатордан тұрады. Енді біздер гранатаны қолымызға алып лақтырған кезімізде гранатаны біздер не істейміз? Мына корпусына интекция қыса ұстап, сақтандырғыш орындықты суырып алып, қарсыластың түрікшін жою мақсатында нысанаға не істейміз? Лақтырамыз. Лақтырған нысанаға гранатаның бізде екі түрі бар. Қорғаныстағы және шабуылдағы. Солай ма? Ал шабуылдағы гранатаны біздер шабуылдап келе жатып, қарсыластың шоғырланған аймағына лақтырып, 40-50 метрге лақтырып, алға қарай шабуылдап кете береміз. Себебі шабуылдағы гранатаның жарылу радиусы 25 метр болғандықтан, оның жарықшақтарының ұшқыны бізге жетпейді өзімізге. Сол себепті шабуылдағы граната деп несейді айтылады. Ал қорғаныстағы граната, F1 гранатасы, оны арнайы окоптарда, тау тастардың панасында, бұрын техникалардың панасында тұрып лақтыруымыз керек. Себебі F1 қорғаныстағы гранатасының жарылу радиусы 200 метрге тең болғандықтан, оны лақтырғаннан кейін оның жарықшақтарының ұшу қашықтығы бізден асып өтіп кетеді. Сол себепті оның жарықшақтарының ұшуын өзімізді жараламас үшін біз бұрынғы техникалардың, тау тастардың, оқпанада, сондай жерлерде жасырынып, лақтырған соң жасырынып қалуымыз керек. Енді мен сіздерге гранатаның корпусын интекпен қыса ұстап, қарсыластың түрікшін
жою мақсатында лақтырған уақытта гранатаның жаңағы тұтандырғышының әрекетін көрсетейін сіздерге. Лақтырғаннан кейін біздің қолымыздан ұшып кеткеннен кейін гранатаның ең бірінші ағытқыш тұтандырғыштың ең бірінші ағытқыш иінтірегі түсіп қалады. Бұл жерде соққышты не істейді? Соққышты босатады. Соққыш төмен қарай ұрыстық серіппенің көмегіменен капсул детонаторды тұтандырады. Капсул детонатор баяулатқышты жағады. Баяулатқыш капсул детонаторды жағады. Капсул детонатор бізді граната корпусындағы жарылғыш зарядты жағады. Сол уақытта жарылғыш заряд жарылғаннан кейін гранатаның корпустары жан жаққа естейді, шашырап ұшады. Сол жаңағы жарықшақтардың ұшқыны қарсыластың тірі күшін жояды, адам күшін жояды. Гранаталарды қолдану, күту және сақтау дейді. Гранаталарды әскери бөлімдегі арнайы жәшікке салып алып келінеді. Гранаталардың қақпағында, қабырғаларында таңбалар болады. Онда жәшіктегі гранаттар саны, олардың гранаттардың тұтандырғышыменен гранаттар корпусы бөлек салынып келеді. Және гранаттардың корпусы бір-бірінен соқтығыспау үшін олардың араларын бөліп қояды. Тұтандырғышты арнайы металл қорапқа салып алып келеді. Және металл қорапты ашу үшін арнайы пышақ болады. Гранатаға арналған сөмкеде тасымалдайды. Гранаттар тұтандырғышынан бөлек сөмкеге бөлек салынады. Және гранаттарды алып жүру кезінде гранаттардың корпустары бір-біріне соқтығысудан, майысудан және сақтау қажет. Гранатаның тұтандырғышты сөмкеге салар алдында олардың гранаттардың майысулары мен қаттардың болмауы міндетті түрде тексеріліп, қарап салу қажет. Гранаттарды алып жүру кезінде гранаттардың соқтығысудан, корпусының майысуларынан және ылғалдан, оттан сақтап жүру әрбір жауынгердің міндеті, сақтап жүру қажет. Және гранатаны лақтыру кезінде жарақтау алуында міндетті түрде командирдің рұқсатыменен жарақталады. Оқушылар бүгінгі сабағымызға байланысты видеороликке назар салып, жақсылап тыңдаңыздар, жақсы ма? Бүгінгі сабаққа байланысты гранаталар негізінен жауды жақын ұрыста талқандау үшін арналған. Осы жарықшақты қол гранаталары негізінен үш түрге бөлінеді. Олар шабуылдаушы, қорғанушы және танктерге қарсы болып. Мынау алдарыңызда РГД-5 гранатасы. Негізінен гранат екі бөліктен тұрады. Бұл бірі ол запал, екіншісі ол корпус. Мынау запал, мынау корпус. Осы РГД-5 гранатасының жалпы массасы 310 грамм. Негізінен орташа лақтыру қашықтығы 40-50 метр. Осы ішінде жарылғыш зат болады. Сол жарылғыш заттың массасы 120 грамм болады. Сол 120 грамм заттың жарылу уақыты 3-4 секунд. Негізінен жарықшақтардың ұшу радиусы 25 метр. Мынау алдарыңыздағы С1 гранатасы негізінен бұл қорғаныс гранатасы болып табылады. Бұның массасы, жалпы массасы 600 грамм, лақтыру қашықтығы 35-45 метр болып табылады. Ал жарықшақтарының ұшу радиусы 200 метр. Жарықшақтарының ұшу радиусы 200 метр, ал лақтыру қашықтығы 45-35 метр болғандықтан бұл сарбаздың өзіне қауіп төндіреді. Сондықтан бұл граната негізінен окоптан оқ қорғаныс жерлеріне лақтырылады. Мынау корпусы, алдарыңызда мынау запал. Негізі гранатаны лақтырғанда оның рукояткасын корпусқа қатты қысып, барлық 4 саусақпен қатты қысып, кольцоны тартып, барынша алысқа лақтыруға тырысу керек сарбаз. Негізінен осы гранатасына оны арнайы қағаз ешіктерде сақтайды. Ол запалын бір бөлек және корпусын бір бөлек сақтайды. Ал корпусын осы негізінен өзінің қақпағы болады. Сол қақпағымен жауып қояды.
2021 жылдың жауынгерлік даярлық жоспары бойынша 41-433 әскери бөлімінің әскери қызметкерлерімен бүгінгі таңда граната лақтыру оқу-жаттығуы орындалды. Жаттығу орындалардың алдында олар оқу-жаттығу гранаталарымен атыс дайындығы кезінде де дайындық үстінде болды. Бүгінгі жауынгерлік граната лақтыру барысында жоғарғы моральдық психологиялық дайындық көрсетіп, ешқандай қызметшілердің арасында қобалжу болмай, қауіпсіздік шараларын бұзбай, жақсы деген нәтижеге орындап шықты. Енді балалар осы түсіндірген осы жаңағы сабақтар бойынша өткен сабағымыз бойынша бүгінгі сіздерге жаңағы 3 топқа тапсырма берейін. Мен 3 топқа осы сұрақтарды бөліп беремін. Теңіз әскеріне F-1 қол гранатасының ұрыстық қасиеті және F-1 қол гранатасының құрылысы, құрылған әскері сіздерге гранатаны қолдану және сақтау әуе әскері. Осы 3 сұраққа дайындалып, қазір бір-екі оқушыдан шығып, осыны өздеріңіз қорғайсыздар, жақсы ма? Ал онда бастаңыздар. 3-4 минут уақыт берейін дайындалуға. Кеудеде намыс қайнап, көзінде от ойнаған, қаршыға қанаттары әлі де қатаймаған, 5 жасар баласы да аттан деп ат ойлаған. Алдаспан ерлерім бар, қысылмай қол бастар, марғаста ұлдарым бар, тосылмай жол бастар, келеді өсіп кілең, рухы өр жастар. Ешқашан танбаймын, мен батыр ұрпағыңмын, қыран боп шарлаймын, қалғанша қасық қаным, жанымды арлаймын. Әнұран әуелесін, отаным от шырым, алашым биік болсын, әрдайым шоқтығың, көгіңде тұра берсін, желбіреп көк туың.
тұрса, көңілім сайрап тұрса, жасанып жайнап тұрса, дала сөндірме жанырыңды, жазғырма тағдырыңды, бақытқа әр күніңді. Уақыт аяқталды оқушылар. Дайын топ болса келіп, ортаға шығып, берілген тапсырманы қорғайық. Қай топшылар? Келin, қорғамасы келin. Biz Qımıl askeri, men Tekbay Gülmen, бұл іргіді 5 гранатасының құрылысы. Біріншісі бізде корпус, екіншісі бізде тұтандырғыш, үшіншісі жарылғы снаряд, төртіншісі бізде қалпақтар, бесіншісі қалпақтарының қосымша беті, ал алтыншысы тұтандырғышқа арналған түтікше. 17-ші бізде манжет, 8-ші табан, және 9-ші табанның қосымша беті. Жақсы, отырамын. Келесі топ. Дайын екен? Теңіз әскері. Келе ғой дайын болсаңыз. Теңіз әскері егізбайымызге, іргіді 5 F1 қол гранатасының ұрыстық кесесі. Граната түрі, іргіді 5 граната түрі шабуылдық. Жарақтаған граната массасы 310 грамм, жарықшықтардың қыратқыш радиусы 25 метр. Лақтырудың орташа қашықтығы 40-50 метр. Таңдалғыш бәсеңдеткіштің жану уақыты 3,2-4,2 секунд. Граната F1 граната түрі қорғаныстық. Жарақталған граната массасы 600 грамм, жарықшықтардың қиратқыш радиусы 200 метр. Лақтырудың орташа қашықтығы 35-45 метр. Таңдалғыш бәсеңдеткіштің жану уақыты 3,2-4,2 секунд. Жақсы, жарайды. Отыра қойыңыздар. Үшінші топ дайынсыздар ма? Сұрақ жауапқа. Келіңіздер онда, ортаға шығарыңыздар. Әскері, гранаттар әскери бөлімде ағаш жәшіктерге салынады. Салынып жеткізіледі. Жәшіктің қақпағымен қабырғалары айналмаларында болады. Жәшікте гранаттар саны, олардың массасы, дайындалған уақыты және мерзімі, қай зауыттан нөмірі жазылады. Қораптарды ашу үшін арнайы пышақтар бар. Жауынгер гранаттарға арналған сөмкеде тасымалдайды. Тұтандырғыш гранатты бөлек орналасады. Олар қағазға немесе таза шүберекте орналасуы тиіс. Гранатты тек лақтыру алдында ғана жарақтауға рұқсат етіледі. Жақсы. Отыра қойыңыздар. Төмендегі суреттегі гранаталардың атауын кім біледі? Санатұлы Ерасыл. Құрлық әскері Санатұлы Ерасыл. Іргіді 5 гранатасы, іргі-Н, F1 гранатасы және іргі-О гранатасы. Жақсы, отыра қойыңыздар. Жарықшақты қол гранаталары неге арналған? Жақаев Аян. Теңіз әскері Жақаев Аян. Жарықшақты қол гранаталары қарсыластың адам күшін жоюға арналған, немесе жақыннан ұрыс жүргізгенде нәтиже береді. Жақсы, дұрыс, отыра қой. Келесі, Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің қарулануында қол гранаттарының қандай түрлері бар? Кім айтып берді маған? Үмітбай Ерасыл. Үмітбай Ерасыл теңіз әскері. Шабуылдағы іргілес ірген қол гранаталары және де F1 іргі қол гранаталары. Жақсы, отыра қой. Келесі, тұтандырғышты іске қосу
кезектілігін кім айтып беретін ол? Жоламан Анвар. Құрылғы әскері Жоламан Анвар. Бірінші соққыш, екінші капсул тұтандырғыш, үшінші майлатқыш, төртінші капсул детонатор. Жақсы отырау. Оқушылар, үйге үй тапсырмасын сіздерге беремес бұрын бүгінгі сабаққа белсене қатысқан оқушыларды бағалап өтейін. Үй тапсырмасы бойынша бүгінгі сабақта автоматты бөлшектеу жинақтау қандай мақсатта жасалады сұрағына жауап берген Қайрат Аружан. Жақсы, өте тамаша жауап бердіңіз. Екінші сұрағына АК-74 автоматтың ұрыстық қасиеті нұржау мерей. Жақсы, өте. Үшінші сұраққа АК-74 автоматының толық емес және бөлшекті қайта жинақтауға Хасан Заят. Жақсы жауап орындады. АК-74 автоматтың негізгі бөлшектері мен механизмдерін көп белгілейді. Жақсы, өте тамаша. Енді бүгінгі осы топтық үш топқа бөлінген командалық сұрақтарға ергідібес F1 қол гранатасының ұрыстық қасиеті, теңіз әскері Егізбаева Назерке менен Дауылбекова Назерке. Өте жақсы тамаша жауап бердіңіздер. Екінші топ ергідібес қол гранатасының құрылысы Құрлық әскері Тілекбай Өндір мен Жоламан Анвар. Жақсы, өте тамаша, жақсы жауап бердіңіздер. Үшінші топ гранатаны қолдану және күтіп сақтау әуе әскері Берікқызы Дариға, Алакөзова Жақынай. Өте жақсы, тамаша жауап бердіңіздер. Сабақты бекіту бойынша сұрақ қойғанмын. Сол сұраққа төмендегі суреттегі гранаталардың атауын кім біледі дегенге Сатыбалды Ерасыл. Жақсы, өте тамаша жақсы жауап бердіңіз. Жарықшақтарда қол гранаталардың неге арналған сұрағына Жақаев Аян. Жақсы, өте тамаша жауап бердіңіз. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің қарулануында қол гранаталарының қандай түрлері бар дегенге Үмітбай Ерасыл. Жақсы, жауап бердіңіз. Тұтандырғыштың іске қосылуы кезектілігін кім айтып бередіге Жоламан Анвар. Сіз өте жақсы жауап бердіңіз. Оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабаққа байланысты, бүгінгі сабақ сізге ұнамады ма, сол жөнінде сіздер өз жаңағы пікірлеріңізді қоржынға салып кетулеріңізге болады. Жазып. Түсінікті ойда, ал олай болса, өз пікірлеріңізді жазып, жерге қоржынға сала қойыңыздар. Енді үй тапсырмасына келетін болса, оқушылар, үй тапсырмасын жарықшақта қол гранаталары туралы дерек көздерден оқып келеміз. Ал бүгінгі сабаққа назар салып тыңдағандарыңызға, белсене қатысқандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Зор, бірге. Тік тұр.